Ұзақ өмір сүрудің 3 өнімі. Бұл өнімдерді елемеуге болмайды. Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Бұл өнімдер сізді толыққанды диетамен алмастырмаса да, барлық қажетті элементтермен қамтамасыз етпесе де, дәл осы өнімдер сіздің ас мәзіріңізге енгізілуі керек. Ғалымдар олардың пайдалы қасиеттерін зерттеумен ерекше тығыз айналысуда. Осы өнімнің үшеуі де емдік әсерлері дәлелденген. Статистикаға сәйкес, олар көбінесе ғасыр жасайтындардың тамақтану рационына енеді. Барлығына қол жетімді. Ең алдымен сарымсақ. Сарымсақ түйірін тістегенде сіз ауыз қуысын зарарсыздандырасыз. Бұл патогендік микробтардың көп саны өмір сүретін жер. Сондықтан сіз асқазан ішек жолын бір қатар аурулардың дамуынан қорғайсыз. Сарымсақты шайнағаннан кейін оның құрамындағы заттар біріктіріліп, бірден қанға түскенде күкіртсутек өндірісін тудыратын ғажайып емге айналады. Сутегі сульфиді қан тамырларына өте қажет, өйткені ол спазмды жеңілдетеді және серпімділігін жоғарылатады. Демек ол қан қысымын қалыпқа келтіреді және қан айналымын тездетеді. Бұл жүрек қан тамырлары ауруларының даму қаупін едәуір азайтады. Құрмалар. Көптеген зерттеулер талшықтарға, амин қышқылдарына және антиоксиданттарға бай құрма организмде тотығу мен жалпы қабынуға белсенді әсер ете алатындығын көрсетті. Бос радикалдардың әсерінен болатын зиянмен күресу және жаман холестеринді азайту, осылайша тамырлардың саулығын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, құрма мидың жұмысын жақсартады, оның өнімділігін жоғарылатады. Психикалық жағдайды теңестіреді және ас қорыту жүйесін қалыпқа келтіреді. Алма адам ағзасына арналған қазына десек те болады. Күніне бір алма жеу туралы аты жолы кеңес алғаш рет өткен ғасырдың соңында айтылған. Содан бері бұл сөздің растығы бірнеше рет дәлелденіп келеді. Құрметті көрермендер, видеоны соңына дейін көргендеріңізге алғыс білдіреміз. Ал сіз денеңіздің саулығы үшін қандай табиғи өнімдерді жиі тұтынасыздар? Жаза кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын.